Саламатсыздар достар, бүгін біз сіздермен first conditional шартты сөйлем бірінші түрі және де second conditional шартты сөйлемнің екінші түрімен танысатын боламыз. Жалпы алғашқысы ол бізде first conditional шартты сөйлемнің бірінші түрі не үшін қолданылады? Бұл болашақтағы болуы мүмкін шартты іс-әрекет және де оның болашақтағы нәтижесін көрсеткен жағдайда қолданылады. Жалпы first conditional формуласына тоқталатын болсақ, ол бізде бірінші басыңқы бөлімі if plus present, яғни if және осы жақтан тұрады. Келесі бағыныңқы бөлімі ол бізде will және won't infinitive, яғни етістіктің бірінші формасынан тұрады. Ендеше көп созбай мысалға келіп тоқталайық. Алғашқы мысал. Мысалы, if I study hard, I'll get the degree. Яғни, егер мен жақсы оқысам, мен диплом аламын. Яғни, аударылғанда келер шақты түрінде аударылады. If I study hard, I'll get the degree. Бірақ та мен жақсы оқыған жоқпын, сондықтан менде қазір диплом жоқ. Яғни, if I study hard, I'll get the degree. Түсінесіздер деп ойлаймын. Егер мен жақсы оқысам, мен диплом алатын едім деп тұр. Келесі екінші мысалға келіп тоқталайық. Ал if you tell her the truth, if you tell her the truth, she won't believe you. She won't believe you. Яғни, егер сен оған шындықты айтсаң, ол саған сенбейді. If you tell her the truth, she won't believe you. Тағы да бір мысал айта кетейік. Келесі мысал, if the weather is fine, we'll make a snowman. Егер ауа райы жақсы болатын болса, біз ақ қала жасаймыз. If the weather is fine, we'll make a snowman. Енді келесі жалпы сұраққа тоқталайық. Бізде сұрақ қалай жасалады? Мысалы, what will you do if you don't find a job дейік. What will you do if you don't find a job? Егер сен жұмыс таппасаң, сен не істейсің? What will you do if you don't find a job? Келесі, тағы да бір мысал. Who will you invite if give a party? So, who will you invite if you give a party? Егер сен вечеринка, яғни сауық кешін жасайтын болсаң, сен кімді шақыратын едің? Яғни мен сауық кешін жасамаймын деген сөз, но это мүмкін, егер болашақта болып қалса, онда сен кімді шақыратын едің деген мағынаны білдіріп тұр. Енді келесі тағы да бір айтатын жай, біз осы will'дің орнына біз can'ді қолдануымызға болады, немесе бұйрық ретінде жай етістіктің өзін қолдануымызға болады. Ендеше мысал тоқталайық. Бірінші бір can'ға тоқталайық. If you miss the bus, you can get another one. Егер сен автобусты жіберіп алсаң, сен басқасына отыра аласың. If you miss the bus, you can get another one. Егер байқап тұрсаңыздар, мен will'дің орнына can алдым. If you miss the bus, you can get another one. Келесі мен және сіздерге айттым, бұйрық, жалпы бұйрық немесе бұйрық ретінде қолдануға болады. Яғни бұйрық ретінде қолданғанда біз етістіктің өзін қолданамыз. Мысалы,
If you miss the bus, get a taxi. If you miss the bus, get a taxi. Егер сен автобусыңды өткізіп алсаң, такси ал, немесе таксиға отыр. If you miss the bus, get a taxi. Яғни бұлай да біз қолдана аламыз. Бұл жерде ешқандай will қолданылып тұрған жоқ, байқап тұрсаңыздар. Себебі бұл жерде бұйрық ретінде қолданылып тұр. Келесі мысалға келіп тоқталайық. Мысалы, егер бізде мысалы, if the weather is fine, we'll make a snowman. Осы мысалды мен қазір орындарын ауыстырып жазайын. Мысалы, we'll make a snowman. We'll make a snowman if the weather is fine. If the weather is fine. Яғни ауа райы жақсы болатын болса, біз аққала жасаймыз. Жалпы қарап тұрсаңыздар, сөйлемдердің орны ауысқанымен, басыңқы бағынықы сөйлемнің орны ауысқанымен, сөйлемнің мағынасы өзгермейді. Яғни бір өзгеретін зат мына жерде if-тің алдына біз өтірік қоймаймыз. Ал бірінші түріне қарайтын болсаңыздар, бағынықы сөйлем мен басыңқы сөйлемнің ортасына біз өтірік қоямыз. Жалпы осындай айырмашылықтар бар. Сіздерге first conditional түсінікті болды деп ойлаймын. Енді келесі second conditionalға көшейік. Жалпы second conditional қандай жағдайда қолданылады? Ол шындыққа жанаспайтын, болашақта орындалуы екіталай оқиғаларды айтқан жағдайда қолданамыз. Жалпы орындалмауы да мүмкін. Біз шындыққа жанаспайтын оқиғаларды айтқан жағдайда қолданамыз. Ендеше формуласына келіп тоқталайық. Формуласына келетін болсақ, бірінші if plus past, яғни if-тан if және де өткен шақ формасын қолданамыз сөйлемнің. Келесі екінші бөлімі бұл would және wouldn't plus infinitive арқылы жасалады. Ендеше көп созбай мысалға келіп тоқталайық. Мысалы, if a cow attacked me, I'd run. Яғни, егер сиыр маған шабуыл жасайтын болса, мен онда қашамын. Яғни, мысалға қарап тұрғандарыңыздай шындыққа жанаспайтын оқиға болып тұр. If a cow attacked me, I'd run. Яғни, cow attacked me өткен шақта тұр, егер мына жерде байқап тұрсаңыздар. Және I'd run дегеніміз I would run, бірақ біз қысқартып I'd run деп жазамыз. If a cow attacked me, I'd run. Келесі сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі мысал, if I had enough time, I'd do more exercise. Яғни, егер менде жеткілікті уақыт болатын болса, мен көбірек жаттығу жасар едім. Келесі тағы да осыған сәл ұқсас мысал. If I had enough money, бұл жерде бірақ ақшаға қатысты. If I had enough money, I'd travel around the world. Яғни, егер менде жеткілікті ақша болатын болса, онда мен әлемді шарлар едім. Жалпы байқап отырғаныңыздай аудармасы бізде болашақ түрінде аударылады. Келесі болымсыз сөйлемге келіп тоқталайық. If she didn't have a dog, егер оның иті болмаса, she wouldn't do any exercise. She wouldn't do any exercise. Егер оның иті болмаса, ол көп жаттығу жасамайды, немесе ол жаттығу жасамайды. Келесі мысал бізде сұраққа қатысты болады. Мысалы,
Would you go for? Would you go for a swim? If there were sharks in the sea. If there were sharks in the sea. Яғни теңізде акулалар болатын болса, сен теңізде жүзетін бе едің? Яғни шындыққа жанаспайды, себебі акула болса, мен барып ол жерге жүзбеймін. Would you go for a swim if there were sharks in the sea? Келесі мысалға тоқталатын болсақ, яғни бізде мынау беріліп тұрған would немесе wouldn't-тың орнына біз модальды етістікті could'ты қолдана аламыз. Яғни бірінші шартты сөйлемде can қолданған сияқты, екінші шартты сөйлемде біз қолдана аламыз. Мысалы, if we went by car, if we went by car, we could stop at places on the way. Яғни егер біз машинамен барсақ, біз жолдағы жерлерге тоқтай аламыз. We could stop at places on the way. Байқап тұрғандарыңызда мен would-тың орнына could модальды етістігін көрсеттім. Тағы да бір айта кететін жай, тура first conditional сияқты бұл жерде де басыңқы сөйлем мен бағыныңқы сөйлемнің орнын ауыстыратын болса, ешқандай сөйлемнің мағынасы өзгермейді. Ендеше кеттік, мысалы, мынау мысалды алайын. I travel around the world. I travel around the world if I had enough money. If I had enough money. Яғни, егер менде жеткілікті ақша болғанда, мен әлемді шарлар едім. I travel around the world if I had enough money. Яғни, сөйлемнің мағынасы өзгермейді. Өзгеретін бір жайт, if clause алдында тұратын болса, онда бағыныңқы сөйлем мен басыңқы сөйлемнің ортасына үтір қойылады. Ал егер бізде if clause екінші орында тұратын болса, яғни бағыныңқы мен басыңқы сөйлемнің ортасына біз үтір қоймаймыз. Жалпы осылай жасалады, сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазып қалдырсаңыздар болады. Тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.